Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қазақстандық автобизнесі ассоциациясының мәліметтері бойынша 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айлар аралығында қазақстандықтар 63.408 дана жеңіл автокөліктер мен коммерциялық техниканы сатып алған. Еліміздің автомобильдік нарығы тамыз айында болған өсу қарқынын сақтап, 2020 жылдың қыркүйегінде жаңа автомобильдердің сатылымы, соның ішінде экспортқа жіберілген машиналарды да қосып санағанда, өткен жылдың қыркүйегімен салыстырғанда 65%-ға өсіп отыр. Қазақстандық дилерлер 9804 жеңіл автокөліктер мен коммерциялық техниканы ішкі нарықта сатса, бұдан бөлек 1136 жүк көлігі, арнайы техника мен автобустар, соның ішіндегі 798 данасы жеңіл автокөліктер көршілес мемлекеттерге экспортқа шығарылды. Бұл видеода мен сіздерге Қазақстанда 2020 жылдың қыркүйек айында ең көп сатылған автокөліктердің тізімін ұсынамын. Ал кеттік. 10-шы орында жол талғамайтын тамаша отбасылық автокөлік Hyundai Santa Fe орналасқан. Жалпы қыркүйек айында бұл модельдің 343 данасы сатылды, ал соның 272-сін қазақстандықтар сатып алған. Қазіргі уақытта салондардағы жаңа Hyundai Santa Fe'нің 5 түрлі комплектациясы ұсынылып отыр, және оның әрқайсысы сәйкес көлемі 2-4 литр жанармай құю жүйесі MPI немесе GDI болатын 4 цилиндрлі қозғалтқыштармен бірге 6 сатылы механикалық немесе автоматты беріліс қораптарымен жұптасып жабдықталған. Ал бағасы ең қарапайым комплектациясы үшін 12.490 мыңнан басталып, ең жоғарғы 3-ші қатар орындары бар комплектациясы үшін 16.790 мыңға дейін барады. 9-шы орында Hyundai Motor кәріз компаниясының тағы бір өкілі Hyundai Creta автокөлігі орналасқан. Бұл модельдің өткен айда 353 данасы сатылып, соның ішіндегі 317-сі біздің ішкі нарығымыздың үлесінде. Отандық дилерлер мини кроссовердің 3 түрлі комплектациясын, көлемі 1.6 немесе 2 литр болатын қозғалтқыштармен бірге 6 сатылы механикамен немесе автоматпен жұптасып жабдықталған алдыңғы немесе толық 4 ВД жетекті нұсқаларын ұсынып отыр. Оның бағалары ең қарапайым комплектациясы үшін 7.090 мың теңгеден басталып, ең жоғарғы Travel комплектациясы үшін 8.990 мың теңгені құрайды. Ал егер де қайсы бір комплектацияға қосымша опциялар пакетін қосатын болсаңыздар, онда ол үшін жоғары аталған бағаларына сәйкес пакеттің бағасын қосу керек. 8-ші орында ресейлік Lada брендінің 2015 жылдың соңынан бастап өндіріске енгізіліп сатылып жатқан автокөлігі Lada Vesta орналасқан. Елімізде бұл салыстырмалы түрде жақында шыққан моделінің 407 данасы сатылған. Қазақстандық автосалондарда оның көлемі 1.6 немесе 1.8 литр болатын қозғалтқыштармен бірге 5 сатылы механикалық немесе роботтық беріліс қорабымен жұптасып жабдықталған шанағы седан немесе универсал болып келетін бірнеше комплектациялары ұсынылып отыр. Жаңа Vesta'ның ең төменгі бағасы 4.550 мыңнан басталып 6.825 мыңға дейін барады. 7-ші орында тағы да ресейлік Lada брендінің бір өкілі 2006 жылға дейін аты аңызға айналған ВАЗ-2121 Niva атаумен шығарылған Lada 4x4 орналасқан. Өткен қыркүйек айында оның 428 данасы сатылған. Қазіргі таңда бұл автокөліктің тек қана көлемі 1.7 литр қозғалтқышы 5 сатылы механикамен жұптасып жабдықталған небәрі 4 комплектациясы сатылады, және бағасы 4.250 мың теңгеден басталып, арнайы нұсқалар үшін 5.650 мыңға дейін барады. 6-шы орында Hyundai брендінің біздің ұсынып отырған тізімдегі 3-ші өкілі, ол Hyundai Accent моделі орналасқан. Бұл автокөліктің 2020 жылдың қыркүйек айында 462 данасы сатылып, оның 425-і Қазақстанда тіркеуден өтті. Бүгінгі күнде оның көлемі 1.4 немесе 1.6 литр болатын қозғалтқыштармен бірге 6 сатылы механикалық немесе автоматтық беріліс қораптарымен сәйкес жұптасып жабдықталған 3 түрлі, дәлірек айтсақ, Active Plus, комфорт және элеганс комплектациялары халық таңдауына ұсынылып отыр. Ал олардың бағалары ең қарапайым механикамен жабдықталған комплектациясы үшін 5.990 мың теңгеден басталып, және ең жоғарғы тек автоматпен жабдықталатын элеганс комплектациясы үшін 7.090 мың теңгені құрайды. Ал егер де қайсы бір комплектацияға қосымша опциялар пакетін қосып алатын болсаңыздар, онда ол үшін жоғары аталған бағаларына сәйкес пакеттің бағасын қосу қажет.
5-ші орында жапондық Toyota компаниясының бір өкілі, бизнес-седан сегментінің көшбасшысы Toyota Camry моделі орналасқан. Өткен жылдардың бестселлері болып саналатын бұл автокөлік осы жылдың басынан осы уақытқа дейін 3351 дана болып сатылған, ал оның 580-і қыркүйек айына тиесілі. Қазіргі кезде оның көлемі 2 және 2,5 литр болатын қозғалтқыштармен бірге тек 6 сатылы автоматпен, ал көлемі 3,5 литр болатын қозғалтқышымен тек 8 сатылы автоматпен жабдықталған. Көптеген комплектациялар сатылымда бар. Ал бағасына тоқталатын болсақ, ең қарапайым комплектациясы үшін 10,870,000 мыңнан басталып, ең жоғарғы комплектациясы үшін 18,770,000 мыңды құрайды. 4-ші орында General Motors Uzbekistan компаниясының моделі Ravon R3 Nexia орналасқан. 2020 жылдың қыркүйек айында біздің отандастарымыз бұл автокөліктің 613 данасын сатып алған болатын. Ал осы жылдың басынан санайтын болсақ, онда оның сатылымы 5420 машинені құрайды. Қазіргі таңда автосалондарда оның көлемі тек қана 1,5 литр болатын қозғалтқышпен бірге 5 сатылы механикалық немесе 6 сатылы автоматтық беріліс қорабымен жүктасып жабдықталған бірнеше комплектациялары сатып алушыларға ұсынылып отыр. Олардың бағалары ең қарапайым комплектациялар үшін 3,690,000 деңгейінен басталып, ең жоғарғы комплектациясы үшін 4,740,000-ға дейін барады. 3-ші орында Hyundai Motor компаниясының тағы бір жарқын өкілі Hyundai Tucson кроссовері орналасқан. Бұл модельдің 2020 жылдың басынан 3453 данасы сатылса, соның ішіндегі 615-і қыркүйек айының үлесіне тиесілі. Бұл кроссовердің көлемі 2 литр қозғалтқышпен бірге 6 сатылы механикамен немесе автоматпен жабдықталған, алдыңғы дөңгелегі немесе толық 4 дөңгелегі жетекті болатын, сәйкес 4 түрлі комплектациясынан басқа ең жоғарғы хай-тек комплектациясы тек көлемі 1,6 литр жанармай құю жүйесі TGDI болатын қозғалтқышымен бірге тек қана 7 сатылы роботпен жұптасқан нұсқасы бар. Бағалар туралы айтатын болсақ, онда ең қарапайым комплектациясы үшін 10,490,000, ал ең жоғарғы комплектациясы үшін 13,790,000 теңгені құрайды. 2-ші орында осы жылдың наурызынан бастап Қостанайда жиналатын американдық Chevrolet компаниясының моделі Chevrolet Cobalt орналасқан. Осы жылдың қыркүйек айында оның 998 данасы сатылған. Қазіргі кезде автосалондарда оның көлемі тек қана 1,5 литр болатын қозғалтқышпен бірге 5 сатылы механикалық немесе 6 сатылы автоматтық беріліс қорабымен жұптасып жабдықталған 4 түрлі комплектациясын сәйкес 4,190,000-нан бастап 5,190,000 теңгеге дейін сатып алуға болады. Достар, сонымен 1-ші орынға да жетіп қалдық. 1-ші орында ресейлік АвтоВАЗ компаниясының моделі 2018 жылдың қараша айынан бастап Өскеменде жиналатын Lada Granta орналасқан. Бұл автокөліктің 2020 жылдың басынан 5943 данасы сатылса, соның 1110 сатылымы қыркүйек айына келіп отыр. Lada Grantаны көлемі 1,6 литр болатын 8 клапанды және 2 түрлі 16 клапанды қозғалтқыштармен бірге 5 сатылы механикасы немесе 4 сатылы жапондық Jatco автоматы, я болмаса өзіндік өндірістен шыққан роботпен жұптасып жабдықталған. Шанағы седан, хэтчбек, лифтбек және универсал болып келетін бірнеше комплектациялары ұсынылып отыр. Бағасының деңгейі 3,500,000-нан басталып 4,700,000-ға дейін жетеді. Осымен біздің дайындаған Қазақстандағы 2020 жылдың қыркүйек айында ең көп сатылған автокөліктердің рейтингісі тәмам. Достар, егер де сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, келесі қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Және сіздің ойыңыз бойынша Lada Granta не себептен бұл тізімнің көшбасшысы болып тұр? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді комментарияда жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі қызықты видеоларда жүздескенше сау саламат болыңыздар.